Миғраж оқиғасы туралы мағлұматтарды көптеген діни кітаптардан табуға болады. Олар Қисасул Анбия, Усулул Миғраж және тағы басқалар. Айтылған кітаптарға сүйене отырып, оқиғаның қандай болғандығын Хазіреті Мұхаммед пайғамбарымыздың өз сөзімен баяндалдық. Жебрейл алейхиссалам маған пырақ деген жануарды жәннаттан алып келді. Пырақ есектен биік, қашырдан аласа, қадамын көз ұшы жететін жерге тастайтын жүйрік жануар екен. Оған мініп Жебрейл алейхиссалам екеуміз Бәйтул Мақдиске келдік. Мұнда бізді дүниеден өткен 124 мың пайғамбар күтіп алды. Барлығымен көрісіп, мешітке кіріп, бірге намаз оқыдық. Намаз оқып болған соң баршасы мені Миғражға шығарып салды. Бірінші қабат. Мен пыраққа мініп, жер бетінен көкке көтерілдім. Жебрейл алейхиссалам қасымда болды. Аспанның бірінші қабатына жеттік. Жебрейл алейхиссалам оның күзетші періштесіне қақпаны аш деп бұйырды. Қасыңдағы жолдасың кім деп сұрады періште. Бұл Алланың хабибі, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп жауап берді. Мұхаммедтің пайғамбарлық дәуірі басталды ма деп таң қалып сұрады періште. Иә деп жауап қайтарды Жебрейл алейхиссалам. Қош келдің Мұхаммед деп сүйіне қақпаны ашып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды қарсы алды. Бірінші болып алдымыздан Адам алейхиссалам шықты. Мен оған сәлем бердім. Ол маған: «Ей қадірлі перзентім, қош келдің» деп ақ батасын берді. Адам алейхиссалам оң мен сол жағында екі есік бар екен. Оң жағына қарап күледі де, сол жағына қарап көзіне жас алады екен. Оң жағындағы жәннат есігі. Ол жәннатқа кіретін ұрпақтарының хал жағдайын көріп сүйсінеді екен. Сол жағындағы тозақ есігі. Ол тозақтағы ұрпақтарының тартатын азабына қайғырады екен. Осыдан кейін Нух алейхиссалам пайғамбармен жолығып, оның да батасын алдым. Нух пен Адам алейхиссалам бірге болуы жайдан жай емес. Адам ата жер жүзінде жаратылған бірінші адам болса, Нух алейхиссалам дүние жүзін су басып, барша жан иелері қайтыс болғаннан кейінгі тірі қалған халықтың атасы саналып келеді. Алла күн мен айды және шексіз жұлдыздарды жақыннан көруді маған нәсіп етті. Сансыз періштелер Алланы дәріптеп, мадақ айтып жүргенін көрдім. Періштелердің бір тобы сапқа тізіліп, тік тұрып Алланы ұлықтап жатыр екен. Мен Жебрейлден: «Бұлар не істеп тұр?» деп сұрадым. Ол маған: «Бұлар жаратушы иесіне ғибадат етіп тұр. Аспан жаратылғаннан қиямет күніне дейін осылай тұрып құлшылық етеді. Бұлардың ғибраты осылайша өтеді» деп жауап берді. Мен де үмбетіме осы ғибадатты сұрадым. Ал Алла тағала сөзімді жерде қалдырмай, үмбетіме намаз ішінде қиямда тұруды парыз етті. Содан соң дүниеден өтіп түрлі азаптарға салынған күнәһарлар тобын көрдім. Жебрейлден: «Бұлар кімдер?» деп сұрадым. Ол: «Бұлар кісі өлтірген, әке шешесін қорлаған, араққа салынған, өсек өтірік жала сөздер айтқан, Алланың әміріне құлақ қоймаған адамдар және басқалар» деп егжей-тегжейін баяндап берді. Бірінші аспанда еркін араладым. Аспан көркем әрі су сияқты көкпеңбек екен. Бірінші аспан мен екінші аспан арасындағы қашықтық 500 жылдық жол. Қалыңдығы да сонша екен. Екінші қабат. Ол жерден аттанып аспанның екінші қабатына жеттік. Оның есігінің қасында да жоғарыдағыдай сұрақ жауап болды. Рұқсат алып ішке кірдік. Хазіреті Яхия мен Иса алейхиссалам пайғамбарлар осында екен. Олармен кездесіп баталарын алдым. Бұл екі пайғамбардың тағдыры бір-біріне ұқсас секілді. Сондықтан бұлар Алла тағала бұларды бір мекенге орналастырған. Закария алейхиссалам пайғамбар қартайған шақты ұлы Яхия дүниеге келген. Адамның табиғи жаратылысы бойынша ердің жасы ұлғайып, яки әйелінің жасы өтіп немесе бедеу болса, олар бала көрмеуі тиіс. Бірақ құдіреті күшті Алла жоқтан бар етеді. Яхия да Алланың қалауымен дүниеге келді. Бұл туралы Құранда: «Закария: Я Раббым, маған кәрілік жеткен, әйелім бедеу болса, қалайша менен перзент болмақ» деді. Алла оған: «Осылайша Алла қалағанын істейді» деді. Яхия өлкеге бер жетті, пайғамбар болды.
Закария алейхиссалам Құдайға әдемі құлшылық жасайтын еді. Өкінішке орай, жас Яхия алейхиссалам кәпірлер қолынан қаза тапты. Иса алейхиссалам Алланың құдіретімен әрі қалауымен әкесіз дүниеге келді. Негізінде бала табу үшін үйлену ерлі-зайыпты болу қажет. Содан соң Алланың қалауымен перзентті болады. Исаның анасы Мәриямның қасына періште келіп, қорықпа, Алла мені саған сүйінші хабар жеткізуім үшін жіберді. Жақында сен перзент сүйесің. Оның есімі Мәриям ұлы Иса болмақ, деді. Иса қауымын хақ жолға шақыра бастады. Кәпірлер оған қарсы шығып, жан түршігерлік қиындықтар көрсетті. Алла Тағала өз елшісі Иса алейхиссаламды кәпірлерден құтқарып, аспанға көтеріп әкетті. Қиямет күніне дейін 4 пайғамбар тірі жүреді деп айтады. Екеуі аспанда, екеуі жерде. Аспандағылары Ыдрис пен Иса алейхиссалам, жердегілер Қыдыр мен Ильяс алейхиссалам пайғамбарлар. Осы аспанды аралап жүргенде Мункер Накир атты 2 періштені көрдім. Бұл періштелер жерленген мәйіттің қабіріне кіріп, олардан сұрақ жауап алады екен. Қастарына барып сәлем бердім. Олар мені жақсы қарсы алды. Мен оларға қабірде жатқан мәйіттен қалай сұрақ жауап аласыңдар деп сұрадым. Олар, адамдар мәйітті қабірге қойып кеткен соң алдына кіріп, Раббың кім, пайғамбарың кім, дінің не деп сұрақ береміз. Шын мұсылман сұрағымызға Раббым Алла, пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, дінім ислам деп қиналмай жауап береді. Оның жауабына қанығып қайтып кетеміз. Пасық, 200-ді мұнафық және кәпірлер сұрағымызға дұрыс жауап бере алмайды. Сондықтан оларды азапқа саламыз деп түсіндірді. 3-ші қабат. Аспанның 3-ші қабатына келдік. Ондағы сақшы періште де қош келдің Мұхаммед деп бізді қуана қарсы алды. Мұнда 70 мың періштенің Субхана зил мулки вал малакут, Субхана маликил хайил лази ла ямут. Яғни Алла барлық айып және мін кемшіліктерден пәк. Ол барлық мүліктің әрі құдіреттің иесі. Сондай-ақ Алла барлық айып және мін кемшіліктерден пәк. Ол шынайы патша, ол тірі, еш уақытта өлмейді деп тәсбих айтып жатқанын көрдім. Бұл жерден өтіп сапарымды жалғастырдым. Сол кезде бастарын сәждеге қойып, Аллаға тәсбих айтып жатқан періштелерді көрдім. Оларға сәлем бердім. Олар бастарын сәждеден көтеріп, сәлемме алейк айтты да қайтып сәждеге жығылды. Мен Жәбірелден 3-ші аспандағылардың ғибадаты осы екен ғой деп сұрадым. Ол маған, «Иә, Алладан бұл ғибадатта сіз де сұрасаңыз болады», деді. Солай істедім. Алла Тағала дұғамды қабыл етіп, намаздың әр рәкағатында 2 рет сәжде жасауды маған парыз етті. Намаздың әр рәкағатында 2 сәжде жасаудың тарихи қайнары осы. 3-ші қабатта Жүсіп, Дәуд және Сүлеймен пайғамбарлармен кездесіп сөйлестік. Олар да тілегін айтып құттықтады. Мен Жүсіп алейхиссалам көркіне және оның ерекше көркем мінез құлықты екеніне куә болдым. Жүсіп алейхиссалам Жақып алейхиссалам пайғамбардың баласы. Алла Тағала Жүсіптің пайғамбар болатын бала кезінен-ақ оған білдірген. Ол ұйқысынан оянып, көрген түсін әкесіне айту үшін келіп, «Әке, мен 11 жұлдыздың, күннің және айдың маған сәжде жасап тұрғанын көрдім», деді. Дәуд алейхиссалам әрі пайғамбар, әрі патша еді. Ол Израиль қауымының басын қосып, оны қуатты мемлекетке айналдырды. Алла Тағаланың бұйрығымен ол Израиль жерінде Бәйтул Мақдис ғибадатханасын салды. Ислам діні келгеннен кейін ол Ақса мешітіне айналды. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Миғражға сол жерден көтерілді. Дәуд алейхиссалам тірі жанға қиянаты жоқ, әділ патша болатын. Өзінің қателігін байқаған сәтте дереу Аллаға жалбарынып, кешірім тілей отырып, әрбір ісін Алланың атымен бастайтын. Ол мансап қуып, билік көксемесе де, Алла оған пайғамбарлықпен қоса патшалықты сыйлады. Дәуд алейхиссаламның жалғыз ұлы Сүлейменнің бойына Алла ерекше қасиеттерді тартты. Ол өте зерек, парасатты, табиғаттың сыры мен жануарлардың тілін жақсы білетін. Бұл туралы Алла Тағала Сүлеймен пайғамбарлықта да,
ілімде де патшалықта да әкесі Дәуітке мұрагер болды деп хабар береді. Төртінші қабатқа беттедік. Қақпаның сақшысынан кіруге рұқсат алып, мұндағы сапарымызды бастадық. Бұл жерде тізе бүгіп, тәсбих айтып, Аллаға құлшылық жасап отырған бір топ періштелерді көрдім. Мен Жебірәйлден бұлар Аллаға ғибадат етіп отыр ма деп сұрадым. Олар маған, иә, осы аспан жаратылғаннан бері мұндағы періштелер осылайша құлшылық етеді. Бұл ғибадатты сіз де Алладан сұраңыз деді. Шын ниет етіп, жаратушы иемнен осы ғибадатты сұрадым. Ниетім Аллаға жетіп, намаздың соңындағы қағыдай ахир, соңғы отырыс амалы парыз етілді. Төртінші аспанда Ыдрис алейхиссалам пайғамбармен кездестім. Ол да ашық жүзбен қарсы алып батасын берді. Ыдрис деген арабша сөздің түбірінде дәріс, сабақ, оқу деген мағыналар бар. Бұл пайғамбар білімге жақын болғандықтан көп сабақ оқып, сабақ бергендіктен Алла оны Ыдрис деп атады. Ол астрология білімін игерген, жазу сызуды, күмісті пайдалануды, соғыс құралдарын жасауды, киім тігуді жақсы білген. Қауымын иманға шақырып, Алланың разылығын тапты. Көп құлшылық жасады. Алла тағала дұға етіп, «Ей Алла, сенің айтқаныңдай ғибадат етіп келемін. Сенен екі нәрсені сұраймын. Біріншіден, Әзірейіл періште жанымды бір сәтке алса, өлімнің азабын татсам. Екіншіден, көкке көтеріліп, сен жаратқан тозақты және жәннатты көрсем, сонда өзіңе ғана құлшылық етуге деген құштарлығым көбейсе» деді. Әзірейіл оның жанын алды. Ыдрис алейхиссалам өлімнің ащы дәмін татты. Пайғамбардың екінші тілегі де орындалды. Ыдрис алейхиссалам көкке көтеріліп тозақты көрді. Кейін жәннатқа кірді. Біраздан соң Әзірейіл одан жәннаттан шығуды сұрады. Ыдрис алейхиссалам шығуға көнбей, шықсам Алланың үкіміне қарсы шыққан боламын. Өйткені Алла тағала әркім өлімді татады деген. Мен оны көрдім. Алла тағала сендерден тозақ басына бармай қалатын ешкім болмайды. Мұның өзі Раббыңның өзгермес үкімі деді. Мен тозақтың қасына келдім, оны көрдім. Алла тағала олар онда жәннатта мәңгі қалып, одан ауысуды қаламайды дейді. Мен жәннатқа кірдім, бұл жерден басқа жерге ауысуды қаламаймын деп жұмақта қалып қойған екен. Миғраж түнінде Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Ыдрисқа алейхиссалам, сен Алланың сыйлы әрі сүйікті пайғамбарсың. Өйткені менен бұрын жәннатқа кіріп, оның нығметтерін көруді саған нәсіп етті. Сен жайлы Алла тағала біз оны жоғары мәртебеге көтердік деп хабар берді деді. Сонда Ыдрис алейхиссалам, олай емес. Мен жәннаттың сыртындағы бақшаға ғана кірдім. Жәннаттың есігін ғана көрдім. Ол есікте Мұхаммед және оның үмбетінен бұрын ешкім жәннатқа кіре алмайды деген жазуды оқыдым деді. Аспанның 4-ші қабатында тақта отырған суық жүзді үлкен бір періштені көрдім. Жебірейіл алейхиссалам оны маған, ол дүние ләззатын бұзып, жамағаттан айыратын, үйлерді тоздырып, зираттарға өмір бағыштайтын, сәбилерді жетім, қыз келіншектерді жесір қалдыратын барлық мақұлықтардың жанын алушы Әзірейіл деп таныстырды. Оның жүзінде күлкі белгісін байқамайсың. Мен барып сәлем бердім, бірақ сәлемім жауапсыз қалды. Алла тағала оған хақтың хабибі, халықтың ардақтысының сәлемін қабыл ал деп бұйырды. Періште дереу төменсі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құшақтап, расында Раббымыз сізді қадірлі, үмбетіңізді құрметті етіп жаратты деп жылы қарсы алды. Жебірейіл алейхиссалам маған, я Расулалла, өлім періштесі сізден басқа ешкімге орнынан тұрып мұншалық қошемет көрсетпеген болатын деді. Мен оған, ей бауырым Әзірейіл, сен адамдардың жанын қалай аласың деп сұрадым. Ол несібесі таусылып, ажалы жеткен адамдарға жан алушы көмекші періштелерді жіберіп отырамын. Әрбір иманды ізгі адамның алдына 600 рахмет періштесі, әрбір имансыз жаман адамның алдына сонша азап періштесін жіберемін. Олар өлім төсегінде жатқан
пенденің жанын терден, жүйкеден, еттен, қаннан ажыратып алады. Жанның шығуы тырнақ ұшынан басталып тізеге жетеді. Азап дем беріледі. Кейін жанталасу қайта басталып, жан кіндікке келеді. Сосын жан алқымға жетіп, ғарғара сәті басталады. Періштелер жақсы адамның жанын қылды майдан ажыратып алғандай жеңіл алып, оны Иллейн деген орынға алып барып қояды. Иллейн жәннаттың бір бау-бақшасы. Онда ізгі пенделердің жандары сақталады. Періштелер жаман адамның жанын ағашты тамырмен суарып немесе қойдың үстіне жабысқан тікенекті жұлып алғандай денесінен қинап алады да Сиджин деген жерге салып кетеді. Сиджин тозақтың бетіне жабылған бір тас. Ол тастың көптеген тесіктері бар. Кәпір, мұнапық, залым және бұзық жандар сол тесіктен тозаққа лақтырылады. 4-ші аспанда орналасқан Бәйтул-Мәғмур атты аспан періштелерінің қасиетті үйіне жеттік. Жер жүзінде мұсылмандардың ең қасиетті үйі Мекке қаласындағы Кағба саналса, ал аспан әлемінде осы үй екен. Күнде бұл үйде 70 мың періште тәуіп етеді. Бір рет тәуіп еткен періштенің қиямет күніне дейін екінші тәуіпқа кезегі жетпейді екен. Жебірейіл алейхиссалам мені қолымнан ұстап Бәйтул-Мәғмурға алып кірді де маған: «Уа Алланың хабибі, жер бетінде сіз барлық пайғамбарларға имам болып намаз оқып бердіңіз. Енді мұнда 7 аспан періштелерінің баршасына имам болып 2 рахат намаз оқып беріңіз», деп өтініш білдірді. Мен Жебірейіл бауырымның өтінішін қабыл алып, имам болып намаз оқып бердім. Мұндай көп жамағатты көрмеген едім. Сонда менің үмбетімнің де осыған ұқсас жамағаты болса еді деген ой кетпей қойды. Осы сәтте Алла көңілімдегіні біліп: «Ей хабибім Мұхаммед, бұл сияқты жамағатты сенің үмбетіңде де бар қыламын. Ол жұма намазына қатысқан жамағат. Бәйтул-Мәғмурда оқылған намаздардың сауабын оларға да жазамын», деді. 5-ші қабат. Одан да жоғары көтеріліп, аспанның 5-ші қабатына жеттік. Мұнда да рұқсат сұрап, ішке кірдік. Бұл жерде де Аллаға тәсбих айтып, құлшылық жасап жүрген періштелер көп екен. Мұнда Харун алейхиссалам пайғамбарға жолықтым. Харун алейхиссалам көп жақсы баталар беріп, аса құрмет көрсетті. Харун алейхиссалам Мұсаны бауыры болып келеді. Мұса алейхиссалам пайғамбарлық қызметі өте ұлы да маңызды еді. Ол Раббысынан жәрдем сұрады. Алла тағала оның дұғасын қабыл етіп, оған көмек беру үшін Харунның баратынын айтып: «Сен де, сенің бауырың Харун да мұғжизаларымды алып барыңдар. Мені еске алуда селқостық жасамаңдар. Екеуің Перғауынға барып, онымен сыпайы сөйлесіп көріңдер. Ол тым асқақтап кетті. Мүмкін ол насихаттыңдар, әйтпесе қорқар», деді. Сол тапсырманы орындаған Харун осы еді. Сабырлық жағынан ғибратты өмірі дастанға айналған Айюб алейхиссалам пайғамбарда Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға тағзым етті. Онымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осында ұшырасты. Айюб алейхиссалам: «Уа Расулулла, Алла сіздің сабырлық сипатыңыздан маған азғана берген», деп өзіне қарағанда Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам аса төзімділігін мойындады. Алла Айюбты ауыр сынақпен сынап еді. Ол байлығынан, жора жолдастарынан, әйел бала шағаларынан айырылып, соңында ауыр кеселге шалдықты. Еті арылып, сүйегі қалды. Құрт бүкіл денесін жеп бітірді. Әйтсе де Айюб алейхиссалам Аллаға тәкбір айтып шүкір етті, иманнан ауытқымады. 5-ші аспанда бір қауымды көрдім. Беттері қап-қара, нұрсыз, қайғылы, қорқынышқа толы. Азап періштелері олардың шыбықпен ұрып қуып жүр. Заққұм атты от пен ірің аралас тағамды ауыздарына құйып тұр. Мен Жебірейіл бауырынан: «Бұлар кімдер?» деп сұрадым. Ол маған: «Дүниеде Алланың берген ризық несібесін басқаларымен бөліспеген, малынан зекет шығармаған пенделер, Алланың күнәһар сараң дұшпаны» деп әлемге жар салады.
Ал малынан зекет бергендерге Алла разы болып, аспандағы періштелер оларды Алланың иманды жомарт досы деп айтады. Бұл туралы Алла Тағала: қазыналарыңды Құдай жолынан аямаңдар, өз қолдарыңды өздерің байлап, сараңды жасап, бастарыңды қатерге тікпеңдер, жақсылық жасаңдар, ізгі жандарды Тәңірі шын дос тұтады, дейді. 6-шы қабат. Одан шығып, аспанның 6-шы қабатына жеттік. Қақпа алдындағы сақшы періште де мені көріп, қуана күтіп алды. Мұнда да Аллаға тәсбих айтып, құлшылық жасап, жалбарынып жатқан көптеген періштелерді және түрлі ғажайыптарды көрдім. 6-шы қабатта Мұса алейхиссалам пайғамбарға жолықтым. Ол да игі тілек тілеп бата берді. Құранның көптеген аяттары мен сүрелерінде Мұса және оның қауымы туралы түрлі мысалдар келген. Олар біз үшін үлгі-өнеге болу қажет. Фирғауын Мұса алейхиссаламға қарсы қолынан келген зұлымдықтарды жасады. Мұғжиза көрсе де жүрегі жұмсармады. Керісінше, залым патша Фирғауын иманға келген кісілерді өліммен қорқытып, көздерін жоюға асықты. Мұса пайғамбар мен Израиль ұрпақтарының арасында біраз келіспеушіліктер болып өткен. Олар берілген нығметтерге шүкір етудің орнына қанағатсыздық танытып, шыдамсыздыққа бой алдырды. Алайда Мұса алейхиссалам өз қауымын жақсы білетін. Миғраж кешінде Мұса алейхиссалам діни үгіт-насихат пен рухани тәрбие жолындағы өзінің жинаған мол тәжірибесімен бөлісті. Мұса алейхиссалам берілген Миғраж оқиғасы ерекше өткен. Ілгеріде Алла Тағала Мұсаға кітап иесі боласын деген еді. Фирғауын теңізге батып кетті. Оның азабынан құтылған мүминдер тыныс тіршіліктерін амандықта жалғастыра бастады. Сонда Мұса алейхиссалам Алладан сол кітапты түсіруші деп сұрады. Ол 40 күн Тур тауына барып, Аллаға құлшылық етіп, қасиетті Таурат кітабын қабылдап алатын болды. Осы уақытта Мұсаның алейхиссалам Миғражмен байланыстырады. Алла Тағала тарапынан Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметіне бұйырылған 50 уақыт намаздың 5 уақытқа қысқартылып, оларға жеңілдік жасалуына Мұса алейхиссалам себепші болды. Өтір намазы да мұсылман үмметіне осы жерде уәжіп болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жебрелдің алейхиссалам мақамына жеткен кезде періште оған: «Я Расулалла, қазір менің мақамымда тұрсыз. Сондықтан бір рәкағат намаз оқыңыз. Сөйтіп, Алла бұл жерді бұдан да мүбәрек еткей», деді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бір рәкағат намаз оқыды. Көңіліне бір рәкағатты намаз болушымайды деген ой келді де, артынан тағы бір рәкағат қосып 2 рәкағатқа толтырды. Алла Тағаладан: «Уай Мұхаммед, сенің ғибадатың бізге ұнады. Соның үшін тағы бір рәкағат қос. Оны біздің әміріміз деп білгейсің», деп бұйырды. 3-ші рәкағатты оқып, рүкуға еңкейгенде құнут деген періште: «Я Алланы хабибі, құнут дұғасы арқылы маған ұлық дәреже берілді. Сіз де осы дұғаны оқып, сыйлық ретінде қабыл етіңіз», деп ұсыныс тастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны да қабыл алды. Намазды оқып болған соң, Жебрейл алейхиссалам маған: «Осы намазды берік ұстаңыз, мұнда талай жасырын сыры жатыр», деді. Аспанның ең соңғы қабатына да келдік. Мұнда да таусылмас керемет мұғжизалар бар екен. Онда бара жатып, кенет мұрнымызға хош иіс келді. Оның адамға жаққаны соншалық жұта бергім келді. Жебрелден бұл не деп сұрадым. Ол 8 жәннаттың иесі деп жауап берді. Алла Тағала кімде-кім маған және пайғамбарыма иман келтіріп, ешкімді серік қоспаса, ізгі амал жасаса, сол пендеге жәннатыма кіру нәсіп болады деп хабар берді. 7-ші аспанда Ибрахимді алейхиссалам көріп, қасына барып, оған сәлем бердім. Сәлеміме алейк алып, қадірлі перзентім қош келдің деп қуанышпен қарсы алды. Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламға туралық пен даналық сыйлады. Балалық шағы қолдан жасалған мүсіндерге табынып, тура жолдан адасқан надан қауымның арасында өтті. Соған қарамай, ол Алланы жалғыз әрі бүкіл әлемнің жаратушысы деп таныды және пұттардың ешқандай да пайда бере алмайтынына көзін жеткізе білді. Сондай-ақ
басына түсетін азап пен қиыншылықтарды біле отырып, халыққа пайда да зиян да келтіре алмайтын пұттарға табынуды доғаруға қажеттігін баса айтты. Оларды Аллаға ғана сыйынып, құлшылық жасау керектігін насихаттады. Осыдан соң Сидратул Мунтахаға жеттік. Ол Алланың құдіретіне белгі болардай жемісті үлкен ағаш екен. Сидратул Мунтаха сөзі шекараның соңы, соңғы бекет деген ұғымды береді. Ибн Аббас радиаллаху анху пайғамбарлар, періштелер және ғалымдардың білім ғылым өрісі де осында келіп бітеді деген. Кейбіреулер Алланың ең ардақты пенделері шейіттердің рухтары осында келіп тоқтайды, одан ары өте алмайды дейді. Жәбірәйіл періштенің алейхиссалам мақамы да осында екен. Осы күнге дейін бұл жерден ары қарай пайғамбарлар және періштелерден ешкім өтпеген. Жәбірәйіл періште Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, екеуміздің де шекарамыз бар. Менің шекарам осы арада бітеді. Бұдан ассам біткенім. Ал сен Алланың қонағысың. Алла тағала сені өзіне шақырған. Сен адамзатқа рахым ретінде жіберілген пайғамбарсың. Мұнан ары өзің барғайсың деп қоштасты. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ол жерден әрі қарай қаншалықты дәрежеге көтерілгені, қалай көтерілгені сыр болып қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапарының жалғасы жайында ғарышқа өттім. Алла тағала маған: "Ей Мұхаммед, менімен сөйлес" деді. Мен: "Я Тәңірім Алла, тілім, жан тәнім және мал дәулетімен жасалатын ғибадаттарымның баршасы сен үшін" дедім. Сонда Алла тағала: "Ей Алланың елшісі, саған сәлем мен Алланың рақымы әрі берекеті болсын" деді. Мен: "Сәлем бізге және Алланың ізгі пенделеріне болсын" дедім. Мұндағы бетпе-бет сөйлесуден кейін улы ғарышта аспанның жоғарғы қабатында періштелер бір ауыздан танымал сөзді оқыды: "Алладан басқа құдай жоқ, Хазіреті Мұхаммед Алланың пендесі және елшісі екендігіне куәлік береміз" деді. Біз әр намазда арабша оқып жүрген әт-тахият дұғасы осы. Ол Алла тағала мен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның миғражда сөйлесуінен келіп шыққан дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғраж түнінде үмбетім деп көзіне жас салып, өзіне ілескен барлық мұсылмандар үшін көп дұға тілектер жасады. Оларды кешіруді сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ей Тәңірім, маған миғраж мұғжизасын нығмет еттің, үмметіме де осындай бір нығмет сұраймын" деді. Хақ тағала намаз мүминдердің миғражы деп Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға осы хабармен қуантты. Миғраж түнінде пайғамбарымыз Мұхаммедке үш сый жасалды. Біріншісі Бақара сүресінің соңғы 2 Әмәнә Расул аяты уақи етілді. Екіншісі қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетіне шапағат етуі құқығы берілді. Үшінші 5 уақыт намаз парыз етілді. Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың құдіретіне белгі болатындай көп мұғжизаларды көру нәсіп етті. Ең ұлысы Алла тағаланың кемел дидарын көру болды. Бұл ешбір пайғамбарға нәсіп етпеген ең ұлы керемет еді. Сол үшін пайғамбарларымызға берілген есепсіз мұғжизалардың ең үлкендерінің бірі миғраж мұғжизасы. Өйткені ол ең төменгі әлемдегі тозақты, ең жоғарғы әлемдегі пейішті өз көзімен көріп тамашалады. Шексіз әлемді шарлап шығу, көптеген оқиғаларды басынан өткізу түннің бір бөлігінде ғана болып өтті. Миғраж түннен кейін Жәбірәйіл алейхиссалам келіп, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам намаздардың уақыттары мен оның оқу тәртібін үйретті. Сол күнге дейін ол Ибрахим алейхиссалам намаз оқығандай күніне 2 рет таң мен кешкі уақыттарында 2 ракағаттан 4 ракағат намаз оқып жүрген. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ұлық мұғжизасы Исра және Миғраж оқиғасын барлық мұсылмандар үлкен нығмет әрі құрмет деп қабылдаулары тиіс. Құрметті бауырлар, Миғраж түні мен онда болып кеткен ғажайып оқиғалардың берекетімен Алла тағала иманымызды баянды етсін. Қасиетті айлар мен күндерде жаратқан иеміз күнәларымызды кешіп, екі дүниенің бақытын берсін. Қиямет күні пайғамбарымыздың
саллаллаху алейхи вассалам шапағаты баршамызға нәсіп болсын. Мейірбан Алла тағала Режеп пен Шабан айларында дүние және дін істерімізге берекет беріп, Рамазан айына аман есен жеткізсін. Әмин.